Сәлем достар, қалайсыздар? Біз өткен жолғы видеоны көрген болсаңыздар, жануарлардың өзінің иелерін қалай құтқарғаны жайлы видео көрсеткен болатынбыз. Енді соның жалғасын көретін боласыздар. Алдымен арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Аюлардан үйін тек иттер ғана қорғамайды. Келесі видеода иесінің жеріне кіріп кеткен басқыншыны күтпеген екі қорғаушының қалай қуып шыққанын көресіз. Шошқалардың күші енді мықты болып тұр. Басқыншы зәресі ұшып қашқанда, шошқалар тек өз фермасын ғана емес, иесін де қорғап қалды. Осында ерліктен кейін бұлары бекон болмауға лайықты сияқты. Қалай ойлайсыздар? Келесі видео таза түйсік арқылы апатты болдырмай қалған итті көрсетеді. Бұл оқиға Перудың Уараль қаласында журналистің ауласында болған. Оны қорқытпақ болған адам аулаға динамит таяқшасын лақтырады. Қарапайым ғана көрінуі мүмкін, бірақ қарағы ит жүгіріп барып, динамитті тістеп алады да сілекейімен білтесін өшіріп жібереді. Ол дауыс желбезегінен аздап күйік алады, бірақ соның арқасында ешкім зардап шеккен жоқ. Ал бірнеше күннен кейін шабуыл жасаған күдікті ұсталды. Бұлай қарап тұрсаң, итте +1 балл, динамит 0 балл. Кішкентай бала үшін қауіп кез келген кейіпте болуы мүмкін. Ал сүйкімді көрінген жағдай әп-сәтте қорқыныштыға айналады. Ешкі жай ойнап жүрген болар. Бірақ бір ғана сәтсіз соққы ауыр жарақат әкелуі мүмкін еді. Ал ит ондай тәуекелге жол бермеді. Менің ауламда емес балақай. Ал мына видеода бір бұғы бейқам тұрған адамға шабуыл жасап, күтпеген қарсыласқа тап болады. Кішкентай иттің батылдығын бағаласам да, бұғының бір ғана тепкісі оны жалпақ қылар еді. Сондықтан бұғы жүрген жерде ұсақ иттерді қарғыбаусыз жібермеген дұрыс ағайын. Елестетіп көріңіз, 12 жасар қыз арыстандардың ортасында, өлім қаупінде. Бірақ тосын бұрылыс бар. Арыстандар бұл жолы басты қауіп емес. 2005 жылы Эфиопияда мектептен қайтып келе жатқан бұл қызды ұрлаушылар ұстап алып, мәжбүрлі некеге сатпақ болады. Бір апта бойы полиция таба алмаған соң, үміт үзілгендей болды. Бірақ дәл сол сәтте арыстандар пайда болады. Көрдіңіз бе? Ұрлаушылар Аддис Абеба қаласынан 100 шақырым қашықтықтағы адам аяғы сирек баратын жабайы аймақта тығылып жүрген. Жол үстінде олардың ізі арыстандар үйірінің аумағынан өтіп кетеді. Арыстандар қыздың жылаған дауысын естіді ме, әлде жай ғана өз жеріне кірген бөгде адамдарға тәртіп орнатуды ұйғарды ма? Ол жағы белгісіз. Бірақ жыртқыштар ұрлаушыларға шабуыл жасап, оларды қуып жібереді де, қорқып қалған қызды өз үйіріне жібереді. Ең таңғаларлығы, арыстандар оған тиіспейді. Олар қызбен бірге жарты күндей болып, полиция жақындағанға дейін қасында жүреді. Ал істі жүргізген сержанттың айтуынша, полиция келген сәтте арыстандар қызды сыйлықтай қалдырып, жабайы табиғатқа қайта кетіп қалған. Бұл тосын жағдайға пікір білдірген мамандардың айтуынша, қызды арыстандар оның жылағаны үшін аман қалдырған болуы мүмкін. Кішкентай қыздың сыңсыған дауысы арыстан күшігінің мяулағанына ұқсап кеткен. Сондықтан жыртқыштар оны өз төлі деп ойлауы ықтимал. Сол себепті оған шабуыл жасамаған болуы мүмкін. Жыртқыштардың бұл таңғаларлық әрекетінің нақты себебін біз бәлкім ешқашан білмейтін шығармыз. Бірақ бұл оқиға қыздың есінде өмір бойы сақталатыны анық. Баланы ұрлап кету бүкіл әлемдегі ата-аналар үшін ең үлкен қорқыныштардың бірі. Бақытымызға қарай, балаларды адам жыртқыштарынан қорғау үшін әрдайым жаныңда арыстан ұстау міндетті емес. Мә саған сабақ. Абырой болғанда бұл иттерді қорғауға үйрететін мектептегі жаттығу ғана. Бірақ анағұл ату нағыз кәсіби деңгей. Меніңше, бұл ит алдағы жылдары талай адамның өмірін сақтайды. Жұмысқа бара жатқан қарапайым жол бір сәтте үрейге толы сәтке айналды. Себебі бұл адам біреудің өмірі үлкен қауіпте тұрғанын түсінді. Бұл ақылды күшік қандай да бір жолмен үйінен шығып, жол жиегіне еңбектеп барған сәбиге байланысты барынша назар аудартуға тырысып жүр. Ит жолдың қаншалықты қауіпті екенін анық түсініп, баланың өз ата-анасынан да жауаптырақ әрекет еткеніне таңғалмайсыз ба? 1998 жылдың 4 тамызында Джоанна есімді әйел үйінде үй жануарларымен бірге отырғанда кенеттен құлап қалады. Ол жүрек талмасы ұстап жатқанын бірден түсінеді. Қозғала алмай көмекке шақырады. Бірақ ешкім естімейді. Ол өлемі деп ойлаған сәтте қаһарман пайда болды. Ол Лулу есімді қарынды шошқа. Лулу Джоаннаның трейлерінен иттерге арналған есік арқылы шығып, тура жолдың ортасына барып жата кетеді. Өзін әдейі қауіпке тіккендей, тек біреудің назарын аудару үшін.
Ақыры бір көлік тоқтап, жүргізуші түседі. Лулу оны үйге бастап кіріп, иесін көрсетеді. Бейтаныс адам жедел жәрдем шақырып, Джоанны толықтай айығып кетеді. Енді сұрақ туындайды. Лулу жай ғана ыңғайлы жер деп жолға барып жатқан шығар. Әлде ол шынымен иесін құтқарып жатқанын білді ме? Оны айту қиын. Бірақ бір нәрсе анық. Егер Лулу солай істемегенде, Джоанна тірі қалмас еді. Енді елестетіңіз, сіз қар басқан тауда шаңғы теуіп жүрсіз. Кенеттен алып көшкін жүріп кетеді. Сізді қар мен мұз басып қалады. Қозғала алмайсыз, тоңып барасыз. Үміт сөне бастайды. Сол сәтте мына көріністі көресіз. Бұдан артық қуанышты сәт бар ма? Бұл Долли. Ол көшкіннен құтқаруға арналған ит. Сынақтан өтіп жатыр. Күшті иіс сезуі мен жеңіл қимылының арқасында ол қар астында қалған адамдарды тауып, қазып шығуға және құтқарушыларға олардың орнын көрсетуге үйретілген. Ана кішкентай тұмсықтың мұздан тағы бір рет қылтия шыққанын көрсек бола ма? Құтқару осынша сүйкімді бола алады деп кім ойлаған? Алғаш қарағанда бұл видео ыдыс-аяқ жинап жүрген қарапайым күн сияқты. Ит қасында айналып, кедергі жасап жүргендей көрінеді. Бірақ Бейли жай ит емес. Ол кедергі жасап тұрған жоқ. Ол өте маңызды бір нәрсені жеткізгісі келіп тұр. Кети есімді бұл әйелде жүрек ауруы бар. Ол есінен танып, қатты бас айналып, қауіпті құлап қалуларға әкелуі мүмкін. Кети әлі білмейді. Бірақ дәл қазір оның денсаулығы сыр бергелі тұр. Бақытына қарай, Бейли дәл осындай жағдайға арнайы үйретілген. Алдын ала сезіп қойған ит иесін отырғызады, қауіпті азайту үшін. Ал ары қарай тіпті керемет болады. Ол телефонын әкеліп береді. Қажет болса, көмек шақыруы мүмкін. Және бұл әлі соңы емес. Дәрісінде әкелді ме? Тіпті тоңазытқыштан суды әкеліп береді. Бейли сияқты иттердің медициналық жағдайларда сезе алу қабілетінің ғылыми түсіндірмесі бар. Негізінен, олар адам тынысындағы немесе теріндегі кейбір химиялық қосылыстардың өзгерісін өте сезімтал мұрындармен анықтайды. Мұндай қосылыстар ұстама, қан құрамындағы қанттың төмендеуі сияқты жағдайларда өзгереді. Ит осы иісті немесе мінез құлықтағы ұсақ өзгерістерді сезген сәтте алдын ала үйретілген әрекеттерді орындай бастайды. Шынымен де, біз иттерге лайықпыз ба өзі? Калифорнияда эвакуатор жүргізушісі Мартин Холл кіші бір топырақ жолда бір түрлі әрекет етіп жүрген итті көргенде, оның қандай таңғаларлық жағдайға тап болатынын мүлде болжаған жоқ. Иттің мойнында қарғыбау бар, бірақ иесі көрінбейді. Ол Мартинге жақындамайды. Тек отырған күйі қарап тұрады. Бір нәрсені күткендей. Ақырында Мартин көмектесе алмаймын деп ойлаған сәтте мына жағдай болды. Күтпеген жерден жолдан сәл әріректе иттің иесі жерге құлап жатқан болып шығады. Белгілі болғандай, ол итін серуендетіп жүріп, тасқа сүрініп жан басын жарақаттаған. Орнынан тұра алмай, аптап ыстықта, адам жоқ жерде жатып қалған. Бір ғажайып құтқаруды үміт еткен. Абырой болғанда, Мартин сол маңда жұмыс істеп жүрген. Адал иттің көмегімен олар бірігіп, қарияның өмірін сақтап қалды. Ал достар, бүгін біздің осындай қызықты бейнеміз аяқталды. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарийге қай сәт ұнады, соны жазып кетуді ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.